Бәріне сәлем. Бүгін колледжімізде ғылым күні аясында студенттердің зерттеу жұмыстары жүргізілетін болады. Бүгін студенттер өздерінің жұмыстарын таныстырып, оның артықшылықтарын, кемшіліктерін бізге айтатын болады. Ал енді біз студенттерден сұрақ жауап айдарын бастайық. Бүгінгі зерттеу жұмысына қандай тақырып жазып алып келдіңіз? Дарынды оқушыларды анықтау және дамыту психологиялық жетекшілік. Ал енді осы дарынды оқушылар жайлы айтып жатыр екенсіз. Осы қазіргі таңда дарынды оқушылар мен қарапайым оқушылардың арасында қандай айырмашылық бар? Дарынды оқушылар олар өз жастарына үлкенірек көрінеді, өзінің интеллекттері жоғарырақ болады. Қалған балалар олар бос, өзімен өзі кішкентай балалық оймен қалыптасады. Ал дарындылар көбірек білімге, ғылымға қызығушылық етеді. Ал енді осы IQ жоғары балалардың психологиялық жағдайы төмен деп санайсыз ба өзіңіз? Қарапайым баладан, яғни ол жүрекке жақын қабылдауы, мысалға төмен баға алып қалған кезде психологиялық жағдайы төмен деп ойлайсыз ба? Иә, ойлаймын, өйткені өзінің жасына олар үлкенірек көрінгендіктен олардың психикасы сәл әлсіреу болады, олар қатты сезімтал, көңіл-күйі нашар болуы мүмкін. Бүгінгі зерттеу жұмысына қандай мәселені көтердіңіз? Дене шынықтыру апталығы жайлы тақырып көтердім. Бұл дене шынықтыру апталығында бізде әртүрлі спорттардан жарыстар болады, тимбилдингтар, семинарлар және де сайыстар өтеді. Ал енді осы болашақтағы Қазақстан мектептеріндегі дене шынықтыру апталығының әлеуеті қалай болмақ? Өте жоғары болады деп ойлаймын, өйткені қазіргі бізде жастар өте талантты және де спортқа деген қызығушылық өте жоғары. Сол себепті бұндай апталықтар көп болады деген ойдамын. Ал енді бүгінгі зерттеу жұмысына қандай тақырып алдыңыз? Жасанды интеллектіні әзірлеу, мұғаліммен әзірлеуде қолдану. Ал енді қазіргі таңда білім жүйесінде осы жасанды интеллект жайлы көп айтылып жатыр. Өзіңіз ойыңыз осы жасанды интеллектті қолдану қажет пе? Иә, негізгі қазіргі заман дамығанына байланысты заманға сай жасанды интеллектіні қолдану және де оны сабақта оқыту форматында қосу мұғалімнің жұмысын жеңілдету ретінде қолдансақ болады. Өйткені ол балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады және де мұғалім басқа да мамандардың жұмыс істеуін жеңілдірек қылады. Ғасырлардан ғасырға дейін барлығы дамып келе жатқандықтан соң ізден сол дамыған жасанды интеллектінің артынан қалмау керекпіз деп ойлаймын. Осы ғылым күні 12 сәуірде атап өтіледі. Неліктен? Қаныш Сәтбаевтың туған күніне байланысты осы ғылыми жобаны ұйымдастырды. Жақсы. Ал бүгінгі күні сіз қандай зерттеу жұмысын жасап келдіңіз? Мен ерекше білім беруді қажет ететін балаларға түзету жұмыстары, яғни оларды қалай оқыту керек, қалай дағдыландыру керек, сол бойынша мен жобаны қорғайтын боламын. Мен тақырыбым бастауыш сынып педагогикасында кері байланысты тиімді қолданудың жолдары. Жақсы, ал енді осы тақырып бойынша сіз қандай ұсыныс білдіресіз болашақта білім саласына? Жалпы бастауыш болғандықтан балалардың ойын арттыру жобасында біз көптеген әдіс-тәсілдерді зерттедік, және де соны болашақта біз пайдаланамыз және де басқаларға да ұсынамыз деген ғылыми жобаның жұмысын жасадық. Мен бүгінгі күнге қазақ тілі сабағында миссияның негізгі элементтері және оларды қолдаудың тиімділігін зерттеген болатынбыз 3 студентпен қосылып. Ал енді осы болашақта осы қазақ тілінің болашағына осы сіздің жұмысыңыз қандай да бір пайдасын тигізеді ме? Иә, өте көп пайдасын тигізеді, себебі қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың өздері бейімделіп жұмыс жасауларына өз-өзін бағалауға, яғни мұғалімнің көп көмегінсіз жұмыс жасауға үйретіп жатыр ғой. Сол кезде рефлексия өзін бағалауға, оқушыны адам ретінде қалыптастыруға көп көмегін тигізеді деп айта аламын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін қандай күн екенін өздеріңіз білесіздер, иә? Ал осы бүгінгі күнге қандай зерттеу жұмысын жасап келдіңіздер? Бүгінгі біздің тақырып жарнаманың оқушының санасына психологиялық ықпалы болып табылады. Жалпы оқушы, мысалы, балалардың афишадағы немесе теледидарда көретін рекламаның эмоциясын және оның қызығушылығын көрсетеміз. Сәлеметсіз бе? Бүгін зерттеу жұмысыңыздың тақырыбы қандай сізде? Сәлеметсіз бе? Бүгін бізде ағылшындық елдердегі сол жаққа шолу болады. Яғни сол жақтағы адамдарды, Қазақстандағы адамдарды сол жаққа, яғни қазір болашақ бағдарламасы бар ғой, сол арқылы сол жақта білім алып Қазақстанға қайта келуіне мүмкіндік ашады, яғни қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырдық. Ал енді осы ағылшын тілі қазіргі таңда қажет деп есептейсіз бе? Және де осы Қазақстанда осы ағылшын тілінде оқытатын мектептердің ашылғанын сіз қолдайсыз ба? Иә, оған қарсы емеспін, бірақ та оны ала қосқанмен қазақ тілін оған да дамуын арттыру қажет, себебі қазірде қазақ тілі де солтүстік өңірлерде қазақ тілін білетін адамдардың саны кішкене шектеулі, бірақ та ағылшын тілін білген өте жақсы деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Иә, осы тұста өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген мақал еске түседі. Әрине, өзге тілдің бәрін білгенмен өз тілімізді құрметтеп жүрейік, ана тілімізді. Ал енді осы бүгінгі зерттеу жұмысына сіздер музыка мамандығының атынан шығыптыр екенсіздер. Осы қазіргі таңда мәселе мынандай ғой, балалардың музыкаға қызығушылығы әртүрлі. Осы балалардың музыкаға қызығушылығын қалай дамытамыз? Ең алдымен енді педагог болғандықтан баланы жан-жақты қарастыру керек деп ойлаймыз. Біздің тәжірибемізде көп кездесті, мысалы инклюзивті балалар. Енді әрине сол балаларды біз жаңағы өзіміздің тізімімізге ала отыра, олармен қалай жұмыс жасау керектігін өте көп жылдар зерттейді. Және біз жалғыз емес, бізден алдымыздағы педагогтарда баланың талғамын қалай зерттейміз? Енді ол мысалы біз оларға әртүрлі өлеңдер қосамыз. Кейін балаларға мысалы кейбір балаларға былай айтқанда скучно болады да, біз олардың талғамдарын осы арқылы да біле аламыз. Өздерінің жаңағы қалаған өлеңдерін де сұраймыз, солай да біле аламыз. Енді музыкаға қызығушылығын қалай дамытамыз деген сұрақ. Қазіргі балаларға жай сөзбен айтқан, жай тыңдатқан қызық емес. Қазіргі балаларға ұстататын нәрсені ұстатып, көрсететін нәрсені көрсетіп, еститін нәрсені естіртіп, жүрекпен сезінетін нәрсені сезіндіру керек. Вот сол кезде балалардың қызығушылығы оянады. Біз оны қалай сездіреміз? Яғни біз түрлі шығармашылық әдіс-тәсілдер арқылы, заманауи құралдар арқылы сездіреміз. Осы арқылы балалардың музыкалық қабілетін дамытамыз. Жақсы, ал енді уақыт өткен сайын инклюзивті балалар көбейіп барады. Олармен жұмыс жасау қиын ба? Әрине қиын, біздің тәжірибемізде кездесті. Ең алғаш біз мектепке барғанда өзімізде кішкене қорқыныш болды, жасырмаймыз. Бірақ бізде қазір сабақ бар, инклюзивті білім беру. Сол сабақта біз балалармен қалай жұмыс жасау керектігін үйреніп жатырмыз. Қиындықтардың бірі ол жаңағы аутист балалар болды. Өзімнің тәжірибемде. Балабақшада да, мектепте де. Сол кезде біз оларға көбінесе қатты былай тапсырмалар беріп, олай жаңағы оларды қатты жұмысқа салмаймыз былайша айтқан кезде. Енді мысалы мектепте сондай ерекше балалар болатын болса, оларға сыныптан бөлек көңіл бөлу керек әрине. Және оларға оңайырақ басқа тапсырма беріп, өздеріне қызықты болатын нәрсемен айналыстыру керек. Сабақта құр отырғызып қоюға болмайды. Жақсы. Ал енді осыдан біз байқайтын нәрсеміз, ғылым тек қана зерттеу жұмысын ғана талап етпейді, сонымен қатар педагогиканың әр саласына да өзіндік орын алады. Ал енді біздің студенттерімізге сәттілік тілейміз.